Бекболот Тілеухан композитор, металлург, Дүниежүзілік этноспорт федерациясының вице-президенті. Ол журналистердің сұрағына көп жауап бере бермейді. Ал жауап берсе, оның жауабының анық қанығына жете алмайсың. Ол 6 жылға сотталған экс-президенттің жиені Қайрат Сатыбалдының жақын досы екенін жасырмайды. Сондай-ақ оның сәләфизмді ұстанбауы белгісіз, бірақ желіде вахабизмнің негізін қалаушысын мақтап, қолдайтын видеосы бар. Шын мәнінде таухидты нақты мағынасын ұстаған жер бар. Кім? Ол 18 ғасырдан кейін бір Габдул Хафиздың шығуымен Сауд Арабиясында сынай таухид ұстаған. Бекболот Тілеухан 1966 жылы партия қызметкерлерінің көп балалы отбасында дүниеге келген. Бекболот Тілеуханның үлкен ағасы Рамазан Тілеуханның мейірім есімді ұлы бар. Ол белсенді Тоғжан Қожалиеваның күйеуі. Бірақ Бекболот Тілеуханның туыстары мұнымен бітпейді. Оның 9 ағасы мен әпкесі бар. Тілеуханның әйелдері мен балаларының нақты санын ешкім білмейді. Ресми мәліметтерге сәйкес оның 15 баласы бар, бірақ сұхбатында ол 16-сын атап өткен. Өзінің еңбек жолын Алматы консерваториясының оқытушысы және президент оркестрінің халық музыкалық ансамблінің директоры болып бастаған. 2000 жылдардың басында мәдениет вице-министрі болды. 2004 жылы мәжіліс депутаты болды. Ол соңғы рет 2021 жылы парламенттік сайлауға қатысып, Нұр Отан партиясынан партиялық тізім бойынша сайланған. Бірақ қаңтар оқиғасынан бірнеше күн бұрын қызметінен кеткен. Ол саяси саладан не үшін кетті деген сауалға ресми себеп Тілеухан Дүниежүзілік этникалық спорт федерациясындағы вице-президенттік қызметіне көбірек уақыт бөлгісі келеді екен. 12 жылдық тәжірибесі бар мәжілісменнің енді ғана сайланып алып, кейін бір жыл өткен соң кенеттен депутаттық мандатын тастап кетуге бел буғандығы осы туралы болжамдарды туғызбау мүмкін емес еді. Сондай-ақ Тілеуханнан мұндай шешім қабылдауды сұраған тек Назарбаев қана жасай алады деген қауесет тарады. Осы оқиғадан кейін экс-мәжілісмен Түркиядағы этноспорт федерациясын басқара бастады. Оның президенті Түркия президенті Ердоғанның ұлы Біләл. Оны ИГИЛдің мұнай министрі деп те атайды. 2017 жылдың 20 ақпанында шымкенттік блогер Айгүл Орынбек депутат Бекболот Тілеуханға ашық хат жазды. Жолдауда музыкалық плагиатқа өкініп, қазақ халқынан кешірім сұрауға шақырды. Әңгіме елім менің әні туралы айтылып отыр. Бұл әуен танымал ән, оның авторы Бекболот Тілеухан болып саналады. Бұл ретте марқұм күйші ұстаз сазгер Ғарифолла Құрманғалиевтің қызы бұл әнді атақты әкесінің 1977 жылы жазылған туындысы екенін айтқан. Бекболот Тілеухан өзі бітірген музыкалық мекеме Ғарифолламен тығыз байланысты. Құрманғалиевтің отбасы оның үлкен авторлық мұрағатын сақтайды екен. Қызының сөзі бойынша Бекболот сол үйге барған кездерінде елім менің әнін партитурасы жазылған қағазды ұрлап кеткен. Отбасында бұл заттың 77, яғни 1977 жыл деген белгісі бар көшірмесі қалған екен. Қағаз сол кездерге сәйкес келеді екен, және композитордың қолжазбасы бейресми сараптамамен расталды. Бекболот Тілеуханның плагиатының дәлелі ретінде Айгүл Орынбек келесі партитураны келтірді. Оның сөзінше бұл Бекболот ұрлағанының көшірмесі. Жазбаны тыңдасаң, елім менің әнін еске түсіреді. Тілеухан жеке өміріне қатысты сұрақтардан қашпақ болып, лифтте қағып кеткен журналист Айнура Коскинамен де жанжалдасқан. Экс-депутат кінәсіз деп танылды, бірақ ол тілшіден қаталдығы үшін кешірім сұрады. Ғаламторда оқиғаның видеосы бар, бірақ камера соқтығыс сәтін түсірмеген. 2011 жылы сол кезде дін істері агенттігінің төрағасы қызметін атқарған Қайрат Лама Шариф Бекболотты дәстүрлі ханафи мазхабынан алыстады деп ашықтан ашық айыптады. Бұдан кейін Тілеухан қатты ашуланып, сотқа беремін деп қорқытып, тіпті СТВ арнасындағы детектор G бағдарламасына барып, деструктивті діни ағымдарға еш қатысы жоқ екенін ашық айтты. Тілеуханның өзі атақты дін насихатшысы, айтыскер блогер Мұхамеджан Тазабекпен де тығыз байланысты. Тазабек асыл арнасын жүргізіп уағыз айтты. Қайрат Сатыбалды тергеуге алынған соң Мұхамеджан телеарна құрылтайшысының басшысы қызметінен кетті. Бүгінгі күні Тілеуханға бірде-бір компания тіркелмеген. Ол басшы болып тіркелген жалғыз кәсіпорын Дүниежүзілік көкпар қауымдастығы. Бұл қызмет ұлттық спорт түрлері қауымдастығының төрағасы қызметінен кеткеннен кейінгі жұбаныш жүлдесі болса керек. Тілеухан ең қымбат жылқысы шамамен 8000 еуроға бағаланған ат қорасы туралы көпшілік алдында айтты. Бірақ бұл Шешенстаннан келген достарының сыйы екенін де ескертті.